Саламатсыздар ма? Менің сүйікті көрермендерім, мен бүгін сіздерге осындай ерекше тағам дайындайтын боламын. Керемет дәмді болып шығады. Осындай күріштері тарам-тарам болып, қасындағы котлеті. Керемет, осындай дәмді тағамның жасалу жолын көрсетемін сіздерге. Жасалу жолы өте оңай әрі жылдам дайын болатын тағам. Оған әуелі керекті заттарым: картоп, ет, жуа, аскөк. Осылар керек болады. Күріш. Картопымызды ашып, жуып, тазалап, дайындап, осылай етіп турап, су құйып, газге қойып қайнатып,